көрдім. Қорғасын құйды, ардақтылар. Сіздерге айтайын, өздеріңізді кейін естіп көресіздер, қарап көріңіздер. Адыраспан туралы бірінші содан бастайыншы. Біздің халқымызда адыраспан, бізде адыраспан дейді, қырғыздарда жаңылмасам ысырық деп айтады. Осы нәрсе жалпы антисептик ретінде бір белгілі бір процент жәрдемі бар, бірақ жаңағы адыраспанның домалақ дәнектері бар ғой, сол дәнектердің ішінде гармин деген қосымша бар. Ол ішінде адамды неғылатын наркотический средства басыналады. Соны шексе, жаңағы түтіннен адамның басы айналады. Арабтың Оман жақтарында оны депрессияны басу үшін шектіреді. Сол үшін Ресей Федерациясында және көптеген басқа мемлекеттерде тыйым салынған. Өйткені бұл кішкене көзді бүйтіп алартып, кайф береді адамға. Бұның ішінде наркотикалық нәрсесі дәлелденген. Википедияға кірсеңіздер, адыраспан деп жазсаңыздар, немесе гармин обыкновенный деп жазсаңыздар шығады. Сөзді өздеріңіз оқып көресіздер. Мен сөзімді. Бол керек жаңылмасам. Адыраспалар харам бар дейді, харам. Осы жерде тағы да пайдаланып, құрметті ардақтылар, құрметті біздің жастар мені тыңдап отырған. Қазіргі соңғы уақытта наркотикалық нәрселер адамды мас қылатын, ақылынан аздыратын, белгілі бір мөлшерде адамның ойына кайф беретін, ойын бір ұмыттыратын нәрселерге біздің жастардың дені бой алдырып бара жатқаны арам, үлкен күнә. Бұны жасап сатып атқандар қияметте тұқым тамырыңмен өртеніп кетесің. Тұқым тамырыңы бәлта шабасыз. Ладно, өзің ұсталасың, ертеме кешпес біздің заң жақсы жұмыс істеп жатыр, қамаласың. Ол ештеңе емес, отырарсың, басқа болады. Бірақ тұқым тамырыңыздың өміріне балта шабасыз. Соны таратқандар, мен шекпесем болды, өз басқа біреу шегіп жатыр ғой деп, қияметте жауап бересің, бұл дүниеде жауап бересің, Құда қаласа. Сондықтан да осы арам нәрседен қашыңыздар. Бұның қандай түрі болсын, иіскейтін түрі, жағатын түрі, синтетикалық түрі, әр түрлі нәрсесі бар. Осының барлығы арам болып есептеледі. Күллі мұскерин хамрун, ва күллі хамрун харамун. Барлық мас қылатын нәрселер хамыр, барлық мас хамыр арам болып есептеледі мұсылман үшін. Сондықтан осы нәрсені түр-түрінен алыс болыңыздар. Стresспен жүрсем, салауат айтсам тынышталады. Алхамдулилля. Тек қана салауатпен қалып қалмай енді өміріңе өзгеріс кіргіз алтыным. Неге мен өзім жалғыз сезінем? Алдымыздағы 5-ші шілде күні, бірнеше күннен кейін Астана қаласында, Конгресс орталығында үлкен форум өтеді. Арманда деген форум өтеді. Арман Дәулетияров ағаларыңыз жүргізеді. 5 модератор болады. Соның ішінде бір модератор менмін. Менің тақырыбым, айтатын тақырыбым осы жалғыздық төңірегінде айтамын. Жалғыздықтың қандай түрлері бар, қалай о нәрселер келді, қалай о нәрседен құтыламыз, діндегі жалғыздықтың орны, не нәрсеге алып келеді, оның последствиясы қалай, қорытындысы немен аяқталады, және қалай одан шығамыз, осыған бірлесіп жол іздейтін боламыз. Бұл жерде айтылмаған психологиялық, имани, рухани форум болады. Соған сіздер шақырамын. Сіздер қатысқан ақшаның барлығына қайырлыққа кетелі, сөз көз алдарыңызда сол жерге аударып береміз. Соған келіп қатысуларыңызды сұраймын. Әсіресе ата-аналар балаларын алып келіп, сол жерде біраз назар аударуларыңызды сұраймын. Тикетон деген сайтқа кіресіздер, сол жерден билет алыңыздар. Қымыз адал ма дейді, әлбетте адал. 5-ші шілде күні. Мамам жақында қайтыс болды онкологиядан, иманды болсын. Әлі 40 болмады. Ата енем күйеуім дейді, күліп сөйлеп жүр деп айқай. Мадина, атаң қазақтан қалған сөз бар. 5 нәрсе арсыз дейді, соның біреуі күлкарсыз дейді. Бұл біріншіден. Екіншіден, енді бір адам қайтыс болса, елдің барлығы күңіреніп, өліп жердің астына кіріп кетеді деген сөз қате сөз. Өмір жалғасып жатыр, бұл бір. Екі, келесі сіздің не қайғырғаныңызда мамаңызға пайда келтіріп жатырмын деп ойлап отырсыз ба не?
Мамам қайтыс болды деп жылап отыра берсем, мамаңыздың аруағы шаттана береді деп ойлайсыз ба де? Жоқ. Біріншіден, мамаңыздың аруағы сіздің жылауыңызға, күлуіңізге мұқтаж емес. Екіншіден, ата-анаңыз, сіздің дүниеде өткен анаңыз дұғаға мұқтаж. Мына жерде әйелі өліп, папаңыздың, яғни анаңыз, сіздің анаңыз оның әйелі. Мына жерде оның некесін қиып үйленсе, шариғат оған қарсы шықпайды. Неге? Өйткені ол өмір жалғасып жатыр. Оған жерлеп, дұғасын жасап, қияметке атқарып, қолынан неше, енді өлген адам артынан ешкім өлмеу керек. Егер соны қайғырып, денсаулығың бұзылып, сен инсульт алып құлап қалсаң, сен күнәлі болып өз-өзіңді өлтірген боласың қияметтің күнінде. Сіздің анаңызға пайдаңыз, бір тиын пайдаң жоқ өкіріп жылағаннан. Сіздің өмір сүргеніңнен пайда бар. Сен ол жақсылық жасай алмады, өмір өтіп кетті, болды. Көп жасау керек еді. Ризық бітті. Сенің өмірің бар, сенің шансың бар. Сіз жақсылап жасаңыз, сіз өміріңізді өзгертіңіз. Анаңыздың өлімі сізге көзіңізді ашу керек. Бұл өмірдің жалған екенін түсіндіру керек. Өмірдің приоритетін өзгерту керек. Өмірдің қорытындысын, құндылықтарын қайта жаңартыңыз өзіңізге. Мәселен осыны түсініңіз. Мамам өлді, бабам өлді деп жылай бергеннен пайда жоқ. Ардақтылар, өміріңізді өзгерт алтыным. Жақсылыққа бет бұр. Сол маманың басына келген, қазақ айтады, сиырдың басына келген бұзауға да түседі дейді. Сондықтан бізге де келеді сол нәрсе. Жақсы өміріңді өзгертсең, анаңның аруағын саған риза болады. Анаңыздың аруағы саған риза болады. Мен жасай алмағанды балам жасап жатыр, қызым жасап жатыр. Намазға тұр алтыным. Намазда күніне 5 уақыт намаз оқысаң, 40 рет мамаңызға дұға қыласың. Раббана ғфирли вали валидайя, мен әке-шешемді, анамды кешір деп күніне 40 рет айтасың. Қайсыңыз мамаңызға Құран оқыдыңыз бүгін? Таң атты. Қайсыңыз оқыдыңыз? Отырған 3000 адамнан қайсыңыз оқыдыңыз ал? Ешкім оқыған жоқ. Таң намаз оқығаныдан ол анасына сөзсіз дұға қылды. Сол үшін аяулылар, намазды бекер айтпа. Бұл менің желанием емес. Ойламаңыз, молда айтып жатыр, молда айтып жатыр. Жоқ жан, Алла айтып жатыр. Желание шарт емес. Біреу айтады да, мен намаз оқиын десем, желанием жоқ дейді да. Менің желанием бар міне. Ол сенің желанияңа қарамайды. Ол бұйрық, Алланың тапсырмасы. Бұл, оны не обсуждается. Алла орында деді, орындауымыз керек. Ол біздің қайырымыз. Сол жан, Фатиханы оқы, аят оқы, соны санамай оқы. Мен жасадым, мен Құран оқытып жатырмын, мен ас беріп жатырмын. Ничего, біз не, өліп қаламыз ба не, ас берсе болмай қала ма не, жоқ. Өмір жалғаса береді жан. Сондықтан біреу қайтыс болды деп басын жерге салу үлкен қателік бар. Күйеуім қайтыс болды, рухына қандай дұға жасау керек? Гүлвира, білген барлық дұға жасаңыз. Дұғаның дұғасы намаз. Намазға тұрыңыз да, намазда. Құранда аят тұр. Я айюхаллазина аману, аманистаину бис-сабри вас-салах. Жәрдем сұрасаңыздар, өзіңізге болсын, басқаға болсын, мина сабри, сабыр менен, вас-салах, намазбен сұраңдар дейді. Қазақ халқында бір жақсы сөз бар. Осы аятты қазақ ата-бабамыз бір-ақ сөзбен екеумізге түсіндіріп қойған. Не деген? Құдайға берде жалын дейді. Берде жалын дейді. Жақсылық жасап, құлшылық жасап барып сұра дейді. Пенденің Құдайға ең жақын болған тұсы ауызбен сөйлеген тұсы емес. Мен Құдайға жақынмын деген сәтпен емес, намазбен жақын болады екен. Сондықтан намазда тұрда дұға қыла бер, иншалла жақсы болады. Білген сүрені оқи беріңіз, любой. Сауабын бағыштап қойыңыз болды. Ұстаз дейді, менің әйелім рұқсатымсыз ЗАГСтан ажырасса, діни талақ болып санала ма дейді. Негізі сот некені бұзады. Сот некені бұзады. Әйелдің инициативасымен болсын, күйеудің инициативасымен болсын, сот үкім шығарса, ол әділетті бола ма, әділетсіз бола ма, ол екінші мәселе, бірақ неке бұзылады. Себебі, біз зайырлы мемлекетпіз, біз діни мемлекет емеспіз. Мәселе осыда. Неке бұзылады. Бірақ оның күнәсі сол инициатор адамға түседі. Мейлі еркек, мейлі әйелге болсын. Жайын сомды жеуге бола ма? Болады. Жекеге жазып қойдым дейді, уақыт балын жазып берсін. Иншалла, кешігіп жауап берем, айып етпеңіз. Анамды умраға жіберейін десем, жоқ, сіздерді үйлі жайлы қылмай бармаймын дей береді. Қатты жібергім келеді дейді. Аналар солай. Сенің тілеуіңді тілеп, осы балам жарыса екен деп отыр. Дұрыс айтады анаң. Анаңыздың намазын түзеп берсен. Анаңның аяқын дәрет алатын үйге беде қойып бер. Үйде беде бар ма? Үйіңде, ай Құдай біледі, беде жоқ сенің үйіңде. Беде деген болады.
мындай раковинаның кішкентайы. Сол жерге аяғын жууға дәрет алатын жер бер. Анаңа жылы суды ағызып бер. Анаңның үстіне жақсы көйлек алып бер алтыным. Бетіне күлімсіреп қарап жүр. Ертең арман болады сол анаңның беті. Оның Меккеге барып қиналған ол кісі мұқтаж емес. 5 уақыт намазына түгенде өзің алдына тұр намазға, артында сенің анаң тұрсын. Екеуің қатар тұрып намаз оқы жан. Ең сауаптың сауабы сол. Анаңды Меккеге жіберсең, баратын болсаң өзің бірге бар. Егер бармаймын деген адамды зорлап апарған дұрыс емес. Ол жерде қиналады. Сен осы жерде жақсы болшы. Осы жерде жақсы бол. Соны жақсы бол. Алтын жігіт бол. Күліп жүр бетіне.